Түркістанда биыл бірнеше құрылыс нысандары пайдалануға беріліп, жұртшылық үлкен қуанышқа бөленді. Бұл жылдың жағымды жаңалығы мұнымен тоқтаған жоқ. Көне шаһарда мұз сарайы мен дарын мектеп-интернаты салынып жатыр. Қарқын алған құрылыс нысандарды облыс басшысы кезекті рет аралап шықты. Қысқы спорт түріне арналған ғимарат құрылысы биыл тамыз айында басталған. Мұз сарайының жалпы жер көлемі 1,92 гектар. Ғимарат құрылысының көлемі 4169 шаршы метр. Мердігер Интегра Конструкцион КЗ жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Бүгінде нысанның іргетасы қаланып, бірінші қабатын көтеру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл ғимаратта қысқы спорт түрлері дамытылып, үйірмелер ашылады. Түркістан тарихында тұңғыш рет қысқы спортпен кәсіби түрде айналысуға мүмкіндік жасалады. Өңір басшысы Түркістанда бәсекеге қабілетті білім ұяларының бой көтеруіне айрықша басымдық берді. Дарын мектеп-интернатының құрылысына арнайы барған ол, нысанды уақытылы әрі сапалы тапсыру керектігін айтты. 700 оқушыға арналған мектеп пен 500 орындық жатақханасының құрылысы МК Технострой сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 70 жұмысшысы жүргізіп жатыр. Құрылыс жұмыстары биыл сәуір айында басталған. Оқу корпусының іргетасы құйылып, кірпіші қалануда. Жатақханасының да іргетасы дайын. Бұл нысан 2022 жылы пайдалануға беріледі. Өмірзақ Шөкеев әрбір нысанның облыс үшін маңызы барын айта келіп, мердігерлер мен жауапты басшыларға жұмысты жанашырлықпен атқаруды тапсырды. Ғимараттардың сапасы әкімдік тарапынан қатаң қадағаланып, талапқа сай болуына мән берілді. Клара Шербайқызы, Гүлмира Саржанова, ақпарат.